Енді әр спикердің рөлдеріне жеке-жеке тоқталып өтейік. Ойын басталған кезде, пікірсайыс басталған кезде алаңға ең бірінші шығып сөйлейтін ол үкімет позициясының лидері. Үкіметтің лидерінде сөйлеуге 7 минут бар. Лидер осы 7 минуттың ішінде алаңда ашып, алаңдағы мәселені көрсетіп, алаңдағы ситуацияны түсіндіріп барып, өзінің кейсін ұсынады, өзінің аргументациясын ұсынады. Үкімет лидері осы алаңдағы ұғымдарға дефиниция беріп, осы қарар мәселесінің негізгі шекарасын қалыптастырады. Үкімет лидері өзінің аргументациясын ұсынып болғаннан кейін сөзін аяқтап отырады. Одан кейін барып, екінші алаңға шығып сөйлейтін спикер ол оппозицияның лидері. Оппозицияның лидерінде 8 минут бар. Оппозиция лидері осы 8 минуттың ішінде ең бірінші үкімет айтқан аргументтерді құлатады. Екінші, үкіметтің алаңды ашқанын сынайды. Егер де үкімет тарапынан алаң дұрыс ашылса, оппозиция қабылдайды. Егер үкімет алаңды дұрыс ашпаса, тарылтып ашса, әділетсіз ашса, оппозиция лидері өзі алаң ұсынады, дұрыс әділ алаңды. Сосын барып өзінің оппозициялық кейсін ұсынады, жаңағы аргументі, не үшін оппозиция тарапы дұрыс екендігін дәлелдейді. Бірақ та жаңағы айтып өткендей, оппозиция сөзін бастаған кезде ең бірінші үкіметтің соңғы айтылған аргументтерін құлатып барып өзінің кейсін ұсынады. Бұл оппозиция лидерінің ең басты міндеті. Келесі оппозиция лидері осы 8 минутта өзінің сөзін аяқтағаннан кейін барып, үкімет тарапының екінші спикері шығады. Екінші спикерді 8 минут бар. Үкіметтің спикері тура оппозиция лидері сияқты өзінің сөзін оппозиция лидері айтқан кейстерді құлатумен бастайды. Оппозиция лидерінің айтқан сөздерін құлатып болғаннан кейін, аргументтерін дұрыс емес екенін дәлелдеп болғаннан кейін, өзі үкіметтің айтылған аргументтерін, лидері айтқан аргументтерді көтеріп, дұрыстап, қосымша оған дәлелдер келтіріп, не үшін үкіметтің аргументтері дұрыс екенін, қосымша басқа тараптан басқаша ақпараттар алып келіп нығайтады. Бірақ та ескеру керек жай, үкіметтің де спикері, оппозицияның да спикері өздерінің лидері айтпаған жаңа аргумент ұсынуға болмайды, жаңа идея ұсынуға болмайды. Олар тек қана өздерінің лидері айтқан заттарды басқа тараптан нығайтады, күшейтеді, басқаша дәлел алып келеді. 8 минут үкіметтің спикері сөйлеп болғаннан кейін оппозицияның спикері шығады. Оппозицияның спикері тура осыған ұқсас, үкіметтің спикеріне ұқсас. Алғашқы сөздерін үкіметтің спикерінің аргументтерін құлатумен өткізеді. Одан кейін барып, құлатып болғаннан кейін қалған уақытта өзінің позициясы, өзінің лидері айтып кеткен аргументтерді нығайтуға құлатады. Осылайша әр позиция алаңдағы өздерінің аргументтерін ұсынады. Одан кейінгі спикер ол аргументтерді құлатады, одан кейінгі құлатқанды қайта көтеріп, өзінікін қайта ұсынады. Бұл осындай қақтығыс қалыптасады осы. Осы қақтығыс алаңын біз конструктивті бөлім деп атаймыз. Бір-бірден сөйлеп шыққаннан кейін. Конструктивті бөлімнен кейін сараптама бөлімі басталады. Сараптама бөлімінде тек лидерлер ғана сөйлей алады. Бірінші оппозицияның лидері шығады, сараптама бөлімі басталған кезде. Оппозиция лидерінде тек қана 4 минут бар. Осы 4 минуттың ішінде оппозиция ешқандай да жаңа аргумент, жаңа идея ұсынбай, осы ойынға дейін конструктивті бөлімде айтылған бүкіл екі тараптың аргументтерін, кейсін бір-бірімен салыстыра отырып, бір-бірінің артықшылықтарын, кемшіліктерін көрсете отырып, не үшін оппозиция тарапы жеңгеніне қорытынды жасайды, салыстырма жасайды. Одан кейін оппозиция лидері өзін 4 минут аяқтағаннан кейін үкіметтің лидері шығады да, ол 5 минут сөйлейді. 5 минуттың алғашқы минутын ребатл деп атаймыз. Ребатлда үкіметтің лидері контр аргумент айтып, оппозицияның екінші спикері сөйлеген аргументтерге қарсылық білдіре алады осы 1 минуттың ішінде. Бірақ 1 минут аяқталғаннан кейін ол ешқандай да қарсылық аргумент енгізбеуі керек. Тура оппозицияның лидері айтқандай таза сараптама жасайды осы 4 минутта. Осылай екі тарапты салыстырады, кемшілігі, плюс мен минусы қайтарап жеңгенін қорытындылай түсіндіре отырып, бүгінгі дебаттың ойынын аяқтайды. Осылайша екі тарап өздерінің позициясын нығайтып, қарсы позицияны құлатуға ұмтылады, және осы мақсатқа қай тарап көбірек жетеді, төрешілер осыны бағалай отыра жеңісті сол тарапқа береді.